Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гаухар. Мен бүгін өте дәмді эчпочмак деп аталатын татар халқының өте дәмді тағамын жасаймын. Менімен бірге болыңыздар. Маған жылы сүт керек болады. Жылы сүтке мен құрғақ аштықы саламын, кішкене тұз, қант саламын, бір жұмыртқа қосамын, және де ерітілген сары май қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Одан кейін ұн саламын. Ұнды мен алдын ала електен барлығын өткізіп алдым. Ең алдымен венчикпен барлығын жақсылап араластырамын. Одан кейін қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илеймін. Қамырымыз тым қатты болмау керек, осындай жұмсақ қамыр болады. Және де оған бір ас қасықтай сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Жылы жерге көтерілуге қоямыз. Қамырдың бетіне орамал жауып көтерілуге қойдым. Қамыр көтерілгенше салма дайындаймыз. Менде осындай фарш алдым. Және де фаршқа ұсақтап туралған картоп қосамын. Ұсақтап туралған пияз қосамын арнайы. Осындай ыдыста мен оның барлығын ұсақтап алдым. Енді өзіңізге ұнаған специяларыңызды қосасыздар. Мен бұрыш қостым, тұз қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламын. Жақсылап қолмен барлығын араластырып алдым. Менің салмам дайын болды. Мінекей достар, менің керемет болып қамырым көтерілді. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай өте керемет жұмсақ қамыр болды. Енді мен треугольниктарымды жасауға кірісемін. Қамырды біркелкі етіп жинап аламыз. Одан кейін тақтайшамызға ұнды сүйе отырып, қамырымыздан ұзынша жолақ жасаймыз. Сол кезде біздің треугольнигімізді жасауға ыңғайлы болады. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай осындай жолақ жасадым, және де пышақпен бөле отырып, осындай дөңгелешелер жасаймын. Мінекей достар, мен дөңгелектерге осылай бөліп қойдым. Сол кезде қазір мен треугольниктарымды жасауға өте оңай болады. Енді мен бетін орамалмен жауып, бір 10-15 минут көтерілуге қоямын қамырымызды. Міне менің қамырым кішкене көтерілді. Өздеріңіз көріп тұрғаныңызда, енді өздеріңізге ыңғайлы тақтайыңызды алып, ұн сеуіп, оқтаумен осындай жақалау қамыр илейсіздер. Дайындап алған қамырымызды саламыз. Және де біздің тағамымыздың аты треугольник деп аталатын болғандықтан үш бұрыш форма жасаймыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай осындай форма жасаймыз. Және де мінекей жақыннан сіздерге түсіріп жатырмын, ыңғайлы сіздерге болу үшін жасаған кезде. Шетінен бастап осындай етіп түйіп шығамыз. Дәл осындай форма әдемі болып шығады сол кезде треугольниктарыңыз. Мінекей тағы да көрсетіп жіберейін сіздерге. Дәл осылай бір қолмен осылай етіп түйіп шығасыздар. Мінекей осындай өте әдемі треугольнигіміз бізде шықты. Енді противеньға пергамент қағазын төсеп аламыз да жасалған треугольниктарымызды салып шығамыз. Мінекей достар, менің противенім кішкентай болғандықтан маған тек қана 5 треугольник қана сыйды. Өте тығыз орналасқаны да дұрыс емес негізі, себебі біздің треугольниктарымыз қазір піскен кезде қамыры тағы да бір есеге көбейеді, көтеріледі, яғни бір-біріне жабысып қалмау керек. Және де әсемдік үшін мак пен кунжут себемін. Дайын болған треугольнигімізді 180 градуста 35 минуттай пісіресіздер, беті қызарғанша. Мінекей достар, менің керемет треугольниктарым пісіп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай өте дәмді болып жатыр. Ортасындағы сорпасы да күшті болып жатыр ғой, кәдімгідей. Мінекей достар, менің треугольнигім дайын болды. Татар халқының тағамы эчпочмак деп аталады. Бізде треугольник деп аталады. Өте дәмді. Қазір дәмін көргелі жатырмыз. Ыстық болғандықтан мен ортасын
бөле алмай жатырмын. Енді өте керемет болып пісті. Ортасы, сорпасы да, ортасындағы еті де бәрі де керемет болып шыққан. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көріңіздер. Менің видеом ұнаса маған лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, колокольчик бас қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көресіздер. Сау болыңыздар.